Құрметті жас жеткіншек, сөйлей білу үлкен мәдениет. Сөзді дұрыс қолдану жетістік. Ал осы мәдениет пен жетістікке жету қажырлы еңбекті талап етеді. Сенің еңбегің оқу, іске сәт. Сөздердің мағынасына, тұлғасына, жеке қызметіне қарай бірнешеге бөлінеді. Міне, осы бөлінулер сөз таптары деп аталады. Сөз таптарының 9 түрі бар. Есіңе сақтап ал. Олар зат есім, сын есім, сан есім, есімдік, етістік, үстеу, еліктеу сөздер, шылау, одағай. Жас дос, бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз сан есімнің түрлері. Сонымен сөз таптарын тағы бір қайталап, кестеге назар аударайық. Енді сан есімге тоқталайық. 7 рет өлшеп, 1 рет кес. 6 ала болса, ауыздағы кетеді. 4 түгел болса, төбедегі келеді. 9 жолдың торабы. Осы сөйлемдерден сандарды тауып көрейік. Таптық. Олар 7, 1, 6, 4, 9. Бұлар сан есімдер. Сонымен сан есім дегеніміз заттық ұғымдар мен құбылыстардың санын, мөлшерін білдіретін сөз табын атайды екенбіз. Сан есімдер: есептік, нақты сандар. 2, 5, 100. Реттік орын тәртібін, ретін көрсетеді. 5. Жинақтық бесеу, үшеу, жетеу. Топтық 6-дан, 10-нан, 20-дан. Болжалдық 5 күндей, 10 шақырымдай. Бөлшектік 2,5, 52,3, 2-ден 1, 100-ден 30 болып бөлінеді. Сан есімнің мағыналық түрлері. Есептік сан есім. Есептік сан есім заттың нақты, дәл санын білдіреді. Мысалы, 1, 2, 5, 6. Алыстағы ауылға 5 күнге барып қайттым. Реттік сан есім. Есептік сан есімдерге ыншы, інші, ыншы, інші жұрнақтарын қосу арқылы жасалып, сандық ретін білдіреді. Мысалы, 5, 10, 2. Мен 2 Самал Хшам ауданында 33 үйде тұрам. Бөлшектік сан есім. Математикалық ұғымға негізделген сөздер. Мысалы, 1,5, 5-тен 2. Айтылған жұмыстың 4-тен 1 бөлігі ғана істелді. Жинақтық сан есім. Заттың жинақталған санын білдіріп, нешеу деген сұраққа жауап береді. Жинақтық сан есім ау, еу жұрнақтар арқылы жасалады. Мысалы, 1, 2, 3, 7. Қарлы боранға қарамай, 2 жаяу келіпті. Топтау сан есім. Заттардың мөлшерін топтап көрсетеді. Сұрақтары: нешеден, қаншадан? Мысалы, 3-тен, 5-тен, 10-нан. Әр партаға 2-2-ден отырдық. Болжалдық сан есім. Заттың санын дәл көрсетпей шамалап, болжалдап білдіреді. Жұрнақтары: даған, деген, таған, теген, дап, деп, тап, теп, дай, дей, тай, тей. Мысалы, 10-даған, 1000-дап, 100-дей. 100-деген адам көшеге шықты.